Қандай үлкен әдемі әлем. Біз білмейтін қаншама қызықтар бар. Осындай үлкен асулардың артында аяулы ұстаздар тұр. Біз өсе келе өзіміздің өмірлік жолымызды таңдаймыз. Соған кішкене болсын септігін тигізетін ол әрине ұстаз. Ал зерделі тұлға қалыптастыруға ұстазды ұлықтап, білімді биіктетер орын ол мектеп. Армысың, аяулы номер 3 жалпы орта білім беретін мектеп кешенім. Білім алушылар мен ата-аналар жүрегіне қуаныш ұялатқан білім ордасының шаңырағы 1977 жылы ашылған. 2811 түлек осы мектеп қабырғасынан білім алған. Осы уақытқа дейін мектептік түлектердің 39-ы алтын, 38-і күміс және 19-ы үздік аттестатқа бітірген. Мектепте шағын орталықта 70 бала. Мектеп алды даярлық тобында 67 бала оқыса, бастауыш буында 1-4 сынып бойынша 337. Орта буын 5-9 сыныптарда 382, 10-11 сыныпта 61 оқушы білім алуда. Білім алушылардың жалпы саны 917. Мектеп өзінен тілеп ұшқан түлектерді мақтан тұтады. Ескендіров Мейір Ғалиболлаұлы, тарих ғылымдарының докторы, Шәкәрім университетінің ректоры. Мейірманов Серік Қасымханұлы, бүгінде Жапон елінде Азия университетінің профессоры, медицина ғылымының докторы. Меденова Айдана Еділбекқызы, Қазақ еліне танымал әншілердің бірі. Ильясов Әлішер Ерланұлы, Біріккен Араб Эмираты елшілігінде еңбек етіп жүрген 2008 жылғы түлектердің бірі. Мектеп құрылғаннан бері 400-ден астам жоғарғы білімді педагогтар мектепте ұстаздық қызмет атқарған. Қазіргі таңда ұжымдағы педагог мамандарының саны 75. Жоғарғы білімді 73, орта кәсіптік білімі бар ұстаз 2. Жоғарғы санаттағы мұғалім саны 20. Бірінші санатты 15, екінші санатты 23 ұстаз. Ұстаздардың орташа жасы 37. 2018-2019 жылы мектептік әдістемелік тақырыбы білім мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдердің кәсіби шеберліктерін жетілдіру арқылы білім сапасын арттыру. Оқушыларды өмірге бейім, әлеуметтік тұлға ретінде қалыптастыру. Қалалық жыл мұғалімі сайысында 2015 жылы орыс тілі пәнінің мұғалімі Жанаспаева Мейрамгүл Зарлымхановна 1-ші орынға, 2016 жылы Сейітхановна Гүлмира Қадыровна ағылшын тілі пәні мұғалімі 3-ші орынға. 2017 жылы география пәні мұғалімі Жанна Оңғарбековна қалалық кезең 1-ші орын, облыстық кезең 1-ші орын, республикалық кезеңде үздік ұстаз медалімен марапатталып, Білім және ғылым министрлігінің қолынан 2 миллион теңгеге сертификаты мен және 2018 жылы қазақ тілі пәні мұғалімі Карменова Галина Нұрждановна 3-ші орынға ие болды. Ата-аналар мен мектептің бірлескен әрекеті психолог кеңесі жанашыр ата-аналардың санын арттырып келеді. Ата-аналардың мектептегі әр кездесуінен соң жүрекке жылу ұялатар пікірі кейде ештеңе айтпасады, тек тыңдап, ісімен демеу болып, қолдау көрсетуі өркениетті елдің болашағына деген сенімі деп білеміз. Мен Өтеуова Лунара Бекболатқызы, осы мектептің ата-анасымын. Қызғалдақтай құлпырып келе жатқан 2 қызым бастауыш сынып оқушылары. Мектеп алтын ұя. Алтын ұя қасиетті ұғым. Осы қасиетті шаңырақты бақанмен көтеріп,
керегесін ұлтқа байлап, айшықтап дәріптеп отырған ұстаздар қауымы. Мектеп кеме, білім теңіз демекші, мектепте сапалы білім мен саналы тәрбие алудамыз. Ұстаздарымыз бізді Қазақстанымыздың үлгілі азаматы етуге, және де өмірде өз орнымызды табуымызға аянбай еңбек етуде. Мектеп бұл менің өмірім. Мектеп менің үйім. Мектеп бұл дұрыс шешім. Мектеп бұл сәттілік елесімі. Мектеп бұл достар әлемі. Бұл мектептің дамуы. Мектеп бұл біз. Мектеп тарихы да дөңгелек. Ұстаздары жолдарын артқа тастап, уақытпен санаспай, еңбек етіп, болашағымыздың білімді ұрпақтарын тербелеумен, білім берудегі жемісті еңбектерімен қуантып, болашақтың даңғы жолында белестен белеске аса береді.